егемендік алған жылдардан бері жер қазынасын пайдалану құқығын иелік қылушы лицензиялардың жалпы саны 2571 бүгінгі күнге 19 жылдың 1 январына істетіп атқаны. Алтын кені шыққан жерлердің дерлік барлығына геологиялық изилдөө жана аны өздөстүрүү үчүн жеке компанияларға уруксат берилген. Бирок кең шыққан жерлерге уруксат берүүдө көп учурда мамлекеттин жана коомдун кызыкчтары эске алынган эмес. Жылдан жылда қолда жүрген лицензиялардың саны өсіші байқалуда. Иштетпейлі, мына көп жылдардан бері лицензия қармап жүрген компаниялар абдан көп. Бұл тармақта қадимкеле ашық айтқанда базардағыдай алып сатарлыққа мына жол берілген. Жолын тапқандар ошол схемалармен лицензия алып сатарлық бағада сатып келишкен. Мына көбүң білесіңер, бұл токен тармағында иштегендердің көбі азыр қандай жашап атканын и қандай ұйда соласа жүріп атқанын ашық айтыш керек, бұны тоқтатуымыз керек бұның барын тең. Ошол үчүн мен мына 2018 жылы лицензияны кылдат анализдеп, инвентаризация кылууну мына тапшырма бердим. Буйруса, мунун жыйынтыгында биз ачык айкынга жетишебиз. Жер казынасын тескеген мамлекеттик комитеттин ишине коррупцияны тереңкирип кеткени төмөндөгү факт өзү көрсөтүп турат. Мына 2009 жылдан 2018 жылдар аралығында 5 төрағасына қарата қызматтық жана коррупциялық кылмыштарды жасоо боюнча жазык иштер козголгон. Акыркы 8 жыл ичинде мамлекеттик комитеттин кызмат адамдарына жана жеке ишкерлерге карата 100ге жакын кылмыш иши козголгон. Көпчүлүгү мамлекеттин элдин кызыкчылыгына зыян келтирген үчүн козголгон иштердин баары тең. Азыр буну дагы анализдеп жатабыз азыр.